Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Жын, адам мен періштелер секілді Алла тағаланың жаратылысының бірі. Жындар да адамдар секілді құлшылыққа, халалға бұйырылған, харамнан тосылған. Яғни адамдардың да, жынның да шариғи мағынасы пендешілік жасау, өзінің құл екенін сезіну. Олар ақыл, кемшілік, күш сынды қасиеттерге, ақиқат пен өтірікті, жақсы мен жаманды таңдау еркіне ие болғанымен адамдардан көп жағынан ерекшеленеді. Жындар неден жаратылған? Жындардың жаратылысы туралы Рахман сүресінде ол адамды қыш құмыра секілді құрғақ лайдан жаратты, ал жынды оттың жалынынан жаратты делінген. Рахман сүресі 14-15 аяттар. Абдулла ибн Аббас келтірілген аятқа байланысты жын тобын оттан таза жалынмен жаратты делінген. Түсініктеме береді. Оны естіген кейбір адамдар жын оттан жаралса, тозақ отына қалай жанбақ деп сұрауы мүмкін. Мәселен, адам топырақтан жаралған, бірақ ол топырақ емес қой. Әбу Саид әл-Худри баяндайды, бір күні Алла елшісі таңертең тұрып намаз оқыды. Мен де онымен бірге тұрдым. Ол әндетіп оқып жатыр еді, кенет мүдіріп қалды. Кейін намазын аяқтаған соң, егер сен менің ібілісті қалай ұстап алып, сілекейін салқындығын қолыма білінгенше тұншықтырғанымды көре алғаныңда ғой деп айтты. Ахмад. Сонда күйдіретін отты дененің сілекейге қалай суық болуы мүмкін? Отты жаратылыстың сілекейінің болуы мүмкін емес. Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде: Алланың дұшпаны ібіліс менің бетіме қою үшін көмірдің шоғын әкеліпті. Ән-Нас деген. Егер ол өзі от болса, өзгені күйдіретін басқа бір нәрсе әкелмес еді. Яғни, жындар да біз секілді оттан алыс, тәнін қанағаттандыру, өсу үшін тамақтанады. Жындар қашан пайда болды? Алла оларды адамдардан бұрын жаратқан. Біз адамдарды қара балшықтың өзгертіліп кепкенінен жараттық. Ал жынды адамнан алдын қызуы қатты. Алла оларды адамдардан бұрын жаратқан. Біз адамдарды қара балшықтың езіліп кепкенінен жараттық. Ал жынды адамнан алдын қызуы қатты түтінсіз оттан жараттық. Хижр сүресі 26-27 аят. Жындардың қандай түрлері бар? Хадисте жынның 3 түрі көрсетілген. Біріншісі аспанда ұшып жүреді. Екіншісі жыландар мен иттерде өмір сүреді. Үшіншісі бір орынға негізделген, алайда жылжуға қабілетті. Қазақ тілінде жынға байланысты шайтан, ібіліс, әзәзіл, пері, дию секілді атаулар бар. Тіпті кейде шайтан мен жын екі бөлек жаратылыс па деген сауал да қойылады. Шайтан мен жынның айырмашылығына келсек, шайтан жын топтарының өте тәкаппарлары, зияндыларынан болып табылады. Шайтан аластатылған, шектен шыққан деген мағынаны білдіретін жынға байланысты айтылған сипат. Олардың иман келтіргендерін жын деп атаса, имансыздары тек шайтан деп аталады. Және бұлар ібілістің әскерінің қатарынан табылады. Ібіліс адам атаға сәжде жасаудан бас тартқан жындардың атасы. Жынның денесі бар ма? Бұл сауалға қатысты екі пайым бар. Бірінші топ олардың денесі жоқ, тәнге тәуелсіз өмір сүреді десе, екіншілері әлсін-әлсін көрінетін белгілі бір тығыз пішінге ие деп айтады. Алайда адамдар жындарды көре алмайды. Бұл туралы ілім Аллаға ғана аян. Құранда негізінде ол және оның тектестері сендер оларды көре алмайтын жерлерден көреді деген. Ағраф сүресі 27 аят.
жындар өзгере ала ма? Оларға сыртқы пішінді өзгерту қасиеті берілген. Адамдар жындарды түрлі бейнелерде ешкі, ат, түйе, құс, адам тағы басқа қалыпта көре алады. Сахих хадисте үш түстің бірінің шайтани түс екені де атап өтілді. Сондай-ақ хадисте кімде-кім мені түсінде көрсе, расымен де көрді, себебі шайтан менің бейнеме ене алмайды делінген. Бухари. Лағнетті шайтан тек қана пайғамбарымыздың бейнесіне ғана ене алмайды. Қалған кезде кез келген жаратылыс кейпіне сөйлесе береді деген тұжырым шығып тұр. Жындардың күші мен қабілеті. Жындарға әдеттен тыс жылдам қозғалу мүмкіндігі берілген. Оның дәлелі Ифрит атты жынның Сүлеймен пайғамбарға, оған Алланың сәлемі болсын, Йемендегі Балқис патшайымның тағын Иерусалимге орнынан тұрып үлгермейінше әкеліп беруге уәде беруі. Нәмл сүресінің 39 аятында жындардың бір күштісі Сүлейменге: «Мен оны саған орныңнан тұрғанынан бұрын алып келемін. Бұл іске күшім жетеді, әрі сеніп тапсыруға лайықтымын» деген. Жындар өле ме? Сөзсіз, жындар өледі. Себебі Алла тағала өзіңнен басқа барлық жаратылыс өлім дәмін тататындығын баяндаған. Ал пайғамбарымыз дұғасында: «Мен сенің ұлылығына пана іздеймін. Сенен басқа тәңір жоқ, уа мәңгі Алла, адамдар мен жындар ажал құшады» деген. Тарихта Халид ибн әл-Уәлидтің Әл-Үзу атты жынды өлтіргендігі туралы оқиға айтылады. Олар тіршіліктерін қиямет күнге дейін жалғастыра береді. Ол маған қайта тірілетін күнге дейін мерзім бер деді. Алла: «Сен уақыт берілгендерденсің» деді. Ағраф сүресі 14-15 аяттар. Жындар Аллаға құлшылық ете ме? Құранда Алла тағала жын мен адамзатты өзіме құлшылық қылушылардың үшін жараттым. Олардан бір несібе тілемеймін, әрі олардың мені тамақтандыруларын да қаламаймын дейді. Заррият сүресі 56-57 аяттар. Ал жындар ақиқатында біздің арамызда түзулер де бар, және арамызда одан өзгелер де бар. Біз тура жолдарда едік дейді. Жин сүресі 11 аят. Демек, аяттардан түсінгеніміздей, жындардың арасында да Аллаға иман келтіріп, құлшылық ететін мұсылмандары да, адасушылары да, түрлі топтағылары да болады екен. Мұсылман жындар адамдармен байланысқа түспейді, себебі ол тыйым салынған. Сондықтан адамдармен кәпір шайтандар байланыс жасайды, тіпті ішіне кіріп кетуі де мүмкін. Жындар үйленіп балалы бола ма? Иә, жындар да үйленеді және балалы бола алады. Алла тағала Ибрис туралы: «Сонда ол сендерге дұшпан болса да, мені қойып және оның ұрпағын қамқоршы етіп аласыңдар ма?» деген. Бұл аятта олардың ұрпақ қалдыруы үшін үйленетіндіктерін нұсқайды. Олардың биоматериалдық жаратылыстары көбеюлеріне кедергі болмайды. Сондай-ақ Рахман сүресіндегі жәннаттағы қыздар туралы: «Онда оларға адам мен жыннан бұрын адам да жын да жақындамаған, көздерін тыйып салушылардан бар» делінген. Рахман сүресі 56 аят. Бұл аят оларда жыныстық қатынастың болатындығына нұқсайды. Ал пайғамбарымыз: «Жындар да адам ұрпақтары секілді көбейеді, бірақ олардың саны көп» деген. Әби Хатим. Жындар ішіп жейме? Уаима бин Махши баяндайды: күнінде бір адам Алла елшісінің жанында отырып тамақ жеді, және ол соңғы түйір қалғанға дейін Алланы еске алмап еді. Соңғысын аузына апарар беріп, басында да соңында да Алланың атымен деп еді. Пайғамбарымыз күліп: «Шайтан бағанадан бері онымен бірге тамақтанып отыр еді. Ол Алланы еске алғанда қарындағысының бәрін шығарып жіберді» деп айтты.
Әрбір мұсылман тамақты ауызға алмас бұрын бисмиллах, яғни Алланың атымен бастаймын деп айтуы қажет. Кісі үйіне кіргенде және тамақ жейтін кезінде Алланы есіне алса, шайтан бізге түнейтін орында, кешкі аста жоқ дейді. Ол кіргенде Алланың есіне алмаса, біз түнейтін орын таптық дейді. Ал тамақ жейтін кезде Алланы есіне алмаса, біз түнейтін орында, кешкі аста таптық дейді. Бізде сахабалар пайғамбардан көз жазып қалады. Таңертең Хира үңгірі жақтан келе жатқан пайғамбарды көріп, қайда болғанын сұрайды. Сонда ол маған жындардың шақырушысы келіп, сонымен бірге бардым және оларға Құран оқып бердім деді. Сөйтіп ол бізді апарып, бізге олардың іздерін және оттарының орындарын көрсетті деп айтты. Сонда жындар пайғамбарымыздан жол азық сұрап, пайғамбар, сендер үшін қолдарыңа түскен Алланың есімі аталған әрбір сүйектің еті бұрынғысынан да молырақ және әрбір тезек жануарларын үшін азық депті. Алла елшісі: дәретке отырғаннан кейін осы екеуімен тазаланбаңдар, өйткені олар бауырларының азығы деді. Басқа сахих хадистерде олардың сол қолымен ішіп жейтіндіктері айтылып, адамдарға оң қолмен тамақтану бұйырылады. Жындар қай жерді мекендейді? Олар жердің барлық бұрышында өмір сүреді. Алайда ең жиі мекендейтін орын шөл дала, қираған орындар, қи үйінділері, монша, қабір, дәретхана, жердің тесік жарықтарында, тағы басқа жерлерінде. Сол себепті пайғамбарымыз үмбетіне моншада және қабірде намаз оқуға тыйым салады. Жындар негізінде адамға көп зиян тигізуге болатын жерлерді таңдайды. Мәселен, базарды алайық. Хадисте: мүмкіндіктерің болса, базарға бірінші болып келмеңдер және ең соңғы болып қайтпаңдар. Бұл шайтанның ұрыс алаңы және сол жерге өз туын тіккен. Шайтандар адам ұрпақтарының үйінде де мекен етеді. Әрбір мұсылман тамақты ауызға алмас бұрын бисмиллах, яғни Алланың атымен бастаймын деп айтуы қажет. Кісі үйіне кіргенде және тамақ жейтін кезде Алланы есіне алса, шайтан бізге түнейтін орында тамақта табылды деп айтады. Ол үйіне кіргенде Алланы есіне алмаса, бізде түнейтін орын таппадық деп айтады. Сондай-ақ жынның ең жақсы көріп отыратын жері күн мен көлеңкенің ортасы. Пайғамбарымыз адамдарға дәл осы жерде отыруға рұқсат етпейтін. Жындар мешіттегі адамдарға әсер ете ала ма? Иә. Алла елшісі: қатарларды біркелкі және тығыз етіп ұстаңдар. Иықтарыңды иықтарыңа тақаңдар. Шайтан қатардағы аралықтар арқылы кішкентай қара қойдың бейнесінде өтеді деген. Пайғамбар тағы бірде: адам мешітте болғанда, шайтан оған келіп, адам әлсіреген жануарды соққаны секілді оны да сындыруға әрекет жасайды. Егер дегеніне жетсе, оның асқақ етеді, немесе оған ноқта салады. Әбу Хуайра, оған Алла разы болсын, осы хадиске байланысты: мынаны көрдіңдер ме? Шайтан оны асқақ қылса, ол Алланы еске алмастан бостандалып жүреді. Егер шайтан оған ноқта салса, оның аузы ашылады, бірақ Алланы еске алмайды деген. Жынның негізгі мақсаты қандай десеңіз? Бар күшін салып тырмысатын негізгі мақсаты барлық адам ұрпақтарын тозақ отына түсіруіне ат салысу. Алла тағала бұл туралы: ақиқатында шайтан сендерге жау, сондықтан оны жау тұтыңдар. Ол өз тобын, оған ерушілерді тозақтың бір аты кіргізілетін қатарына болуға шақырады. Фатыр сүресі 6-шы аят.
жын адамдарды неге шақырады? Шайтанның адамдардан ең бірінші қалайтыны имансыздық, Аллаға серік қосу, Аллаға және оның елшісіне дұшпан қылдыру. Егер ол мұның белгілерін адамнан байқайтын болса, аз ғана күшін салады да осы адамны бойына дем алады. Құранда бұл туралы ол адамдарға күпірлік ет деп, ал ол күпірлік еткен кезде негізінен менің саған қатысым жоқ, шын мәнінде мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын деген. Харш сүресі 16 аят. Алла тағала адам баласын дұрыстыққа жаратқан және бәрінің бағыты он болатын. Кейін оларға жындар ұшырасып, адасушылыққа итермелеп, тура жолдан тайдырады. Ешбір билігі құдіреті жоқ нәрселерді Аллаға теңестіруді бұйырады. Егер шайтан адамды имансыздыққа итермелей алмаса, ол үшін қам жемейді. Азғантайды қанағат тұтады. Одан кейін адамдарды негізі дінде жоқ нәрселерге айдап салады. Адамдарға көп зиянын тигізгендіктен діндегі жаңалыққа итермелеуді бәрінен де жақсы көреді. Ғалымдар мұны былай түсіндіреді. Ібліс адамдарды бүлікке бастағаннан гөрі дінде жоқ нәрселерді жасатуға құп көреді. Себебі адам бүлік жасау үшін тәубе жасап, Алланың кешіріміне ие болады. Ал істеген ісінің дінде негізі жоқ екендігін білгендіктен ол үшін тәубе жасамайды. Егер көрсетілген істер жындардың қолынан келмесе, адам ұрпақтарын күнәлі істерге тыйым салынғанды жасатуға барын салады. Ол мұсылмандар арасында дұшпандық, тек жек көрушілік орнатады. Құрандағы аяттарға назар аударсаңыз, шын мәнінде ол сендерге жамандық пен жиіркенішті істерді, әрі Алла туралы білмейтіндеріңді айтуды бұйырады. Бақара сүресі 169 аят. Негізінен шайтан мас қылатын ішімдіктер және құмар ойындары арқылы араларыңа дұшпандық пен жек көрушілік салып, сендерді Алладың есіне алудан және намазды толық орындаудан тосуды қалайды. Енді тыйыласыңдар ма? Мәйда сүресі 91 аят. Жындар үнемі адаммен бірге ме? Шайтан адамның барлық ісіне қатысады. Тіпті ер мен әйел бір-бірінің алдындағы міндеттерін өтемес бұрын Алладан пана сұрамаса, оған да қатыса алады. Пайғамбарымыз айтты, шайтан сендердің барлық істеріне қатысады. Ол тіпті сендер тамақ жегенде де кетпейді. Тамақтың кішкентай түйірін түсіріп алсаңдар, ол оны көтереді. Сондықтан сендер оны тазалап жеп қойыңдар да шайтанға қалдырмаңдар. Жеп болғаннан кейін қолдарыңды жалаңдар. Ешкім берекенің тамақтың қай түйірінде екендігін білмейді. Әр адамның жыны бола ма? Мүслимде келетін хадисте пайғамбар бірде адамдарға, сендердің қайсы біреулерінде болсын жындардан болған қосақталған серіктерің болады деді. Сонда адамдар, уа Алла елшісі, сенің де ме деп сұрайды. Ол, иә, менің де. Алла тағала маған оған қарсы жәрдем берді де ол мұсылман болды. Енді ол мен тек жақсылыққа бұйырады делінген. Яғни хадистен аңғарғанымыздай, әр адамның жыны да бір жын болады екен. Жын қанша жерден адам баласының дұшпаны болғанымен, Құран мен сүннет олардың қорғанудың жолдарын көрсеткен. Оның ең басты тәсілі Аллаға жақындау, оның бұйырғанын орындау. Құран мен сүннетте келген дұғаларды оқып жүру.